Сәлем достар, апамыздан осындай керемет наурыз көжені ұсынатын боламыз. Алдымен қазыны және жылқының етін жақсылап пісіріп аламыз. Суға қайнатып, сорпасын дайындап аламыз. Және оған керек ингредиенттерді бір күн бұрын суға пісіріп дайындап қоямыз. Бидай, тары және гречка, осы үшеуін жақсылап пісіріп бір күн бұрын дайындап қоямыз. Алдымен етімізді жақсылап турап алдық. Міне майдалап турап алдық етімізді. Қазында турап аламыз. Қазында негізі майдалап турау керек. Біз пока осылай турап қойдық қазыны. Бізге әрине осыған қосатын, көжемізге қосатын қатық қажет болды. Қатығымызды дайындап қойдық. Міне кеспеміз бар. Кеспемізді де дайындап қойдық. Енді алдымен кеспемізді жақсылап пісіріп аламыз. Етімізді саламыз, жақсылап араластырамыз. Одан кейін бидайымызды саламыз, артынан тарымызды саламыз және гречкамызды салып, жақсылап араластырып, жақсылап қайнатып аламыз. Міне осылай қазымызды да майдалап турап аламыз. Міне осындай дәмді наурыз көжеміз пісіп дайын болды. Қандай дәмді.